Қасқыр ұлыған түнде. Оралхан Бөкей. Қыстың ұзақ кеші. Осындайда бойыңды кернеген суықты қуып шығар айла іздейсің. Осындайда жойылсын бұйығы тірліктеп, жар салғың келеді. Ымырт үйіріліп, қас қарайса болды, сулы сылпың кешкі асын іше салып, тас бүркеніп жатып қалар ауылдағы ағайынды сағынасың. Әбден қысқарып, бір қайырмаға келмей қалған күн суық жүзбен таудың қыр желкесінен төніп тұр. Ақ көрпесін айқара жамылған айналаңыз жылдың басқа мезгілінде емес, күміс нұрға шомылып, қараңғылыққа ырық бермей, ұзап барып ұғысады да, түннің қап-қара отауына барып кіреді. Дәл осы сәт алғашында таусылмас, ұзақ болып көрінген қысқы кеш есіңе қайдағы жайдағына түсіріп, көңілге салқындау қобаздаған белгісіз бір мұң ұялайды. Өзіңе аласұрып, ермек іздегендей боласың. Малшының жөні бір басқа, тебіндегі отарын қыстаққа кішкіштеп қайырып, ай үйімен қоралап біткенше қас қараяды. Сосын әйел әзірлеп қойған тамаққа тыңқия тойып алған әлгі шопан, темір пештің жылуына қыздырынып, қисайып жатып, ара журналын оқуға кіріседі. Ал ақ қар көк мұзды қақ жарып, қиырдан қиырға қосын арқалап, көше берер жылқышы күпісіне егін тығып, су ағаштың бықсып жанған алауына телмірген күйі примасын тұқылдай сорып, тым ауыр, тым мағынасыз ойға батар. Ауылдың жөні бір басқа. Малын жайғап, маңайын тазалап, сыртқы күйбеңнен аялдап, үйіне кірмей, біраз жүреді-ай. Тамағыңды іш, суып қалды дегенде барып, кергей басып, міндетсіп үйге кірер. Онымен бірге кірген будақ-будақ бу төрге шапшиды. Сонсоң әлгі ағайын, радионы қаттылап қойыңдаршы, не сөйлейді екен, деп пимасын шешіп, баласына пеш қабырғасына кептіруге қойдырады. Радионы бұрағанда міндетті түрде қияқ-қияқ деп кеңірдек жырта айқайлап тұрары және рас. Осы сәтте осы үйдің 10-шы класста оқитын бойжеткені барын киіп, сыланып, киноға аттанады. Қар алғаш жауғанда сойып алған соғымның еті бұрқырап, дастарханға келгенде пеш түбіндегі аламысық керіле тұрып, мияулай аяңдайды. Қыстың ұзақ кеші. Қалада мүлдем басқа. Мұнда қысқы кеш қысқа сезіледі. Аяң-пиянмен жұмысты тәмамдап, аялдамаға асығасың. Қаптаған халық. Түнде жауып, күндіз жыбысқалана еріген қырбақ енді көк тайғаққа айналып, тайып жығылып жатқан адамдар. Ыңыранып, сасып, борсып, әрең келер автобусқа жапа тармағай ұмтылысқан ел, бірін-бірі итере, бірін-бірі жұлқып, бірін-бірі балағаттап есік келінеді. Әуелгі артқы, сонсоң алдыңғы есікке. Алдыңғы есіктен өлдім дегенде жартыйғын кіреді. Ең алдымен шофер ұрсады. Сонсоң әйелдер күңкілдейді. Үйіңе өлдім талдым деп жеткенде, қайда қаңғырып жүрсің деп келіншегің тұлан тұтады. Ит боп жүріп, отбасыңды әрең тапқан сен, ойнап жүрдім деп арс етесің. Еске амалың жоқ. Телевизорды қоясың, қияқ-қияқ, үндемей барып өшіресің. Сонсоң теріс қарап, тым-тырыс жатып қаласың. Міне осындай бір қыстың ұзақ кешінде мен жолға шығатын болдым. Алғашында барғым келмеген. Редактор қолқалап болмаған соң еріксіз көндім. Біздің бастық негізінде қорқытып, үркітіп жұмсамайтын, жайдары, ақылды жігіт. Жаста болса атқа ерте мінген, ерте өскен, әлі де біраз жерге барарына сенгендейсің. Бұйрықты қолыма алып, аттанатын болған соң жол қамына кірістім. Бірақ барар жер алыс, Қазақстанның шығысы. Алматыда 10 градус суық болғанда, онда 40-қа жетіп, ел мен жердің мазасын алып тұрған шығар. Облыс орталығынан ары автобус жүреді екен. Айтқаным айнымай келіп, қаңтардың қақаған суығына тап болдым. Автобустың мұздай теміріне қолың тиіп кетсе, қырқып түседі. Киімім жұқа еді. Әлі ірге теуіп, үйлі баранды болмаған адамның шаруасының қиюы келушіме еді тәйірі. Айына бір рет үй ауыстырып, басы қатып жүрген жас журналистердің әзірше бірі ғанамын. Жалаң қабат пальто, құлағы жоқ ескілеу, жасанды теріден тігілген бас киім, жасанды теріден тігілген қолғап, жасанды теріден істелген
Қара портфелімнен өзге іліп алар еш нәрсе жоқ. Дірдектеп жұмсаған жаққа қарай шапқылай бересің. Өстіп шапқылап жүріп жан сақтайсың. Өстіп шапқылап жүргеніңде екі жастың біріне келмей ауруға ұшырайсың. Жас кезде бәрі қызық, байқалмайтын секілді. Табаныңнан өткен суық маңдайдан шығар мезгіл әлі алда. Мен автобусқа мінгенде сау етіп ел азаматтары қоса кірді. Тегі мен бағыт алған үлгілі ауданның басшылары іспетті. Үстерінде құндыз жағалы қысқы пальто, кейбіреуінде әдемілеп сырып тіккен шолақ тон, бастарында күлігін тиын құлақшын, аяқтарында әппақ бұйма, беттері қып-қызыл, буы бұрқырап, қарқ-қарқ күліп отыр. Дәл осындайда адамның бойын қызғаныш билейді. Казгуды емес, малдәрігерлік институтын бітірмегеніңе өкінгендей боласың. Өкінбе, бәрі кеш екен есіңе оралып, одан әрі жаурап, енді ішің мұздап бір сөйтсесің. Автобус әне-міне жүргелі тұрғанда ақ түбіт шәлі оранған қыз кірді. Жүргізушіге билетін көрсетті де, менің оң жағымдағы бос орынға отырды. Қуанып қалдым. Ермек табылды, дедім ішімнен. Көлігіміз гүрілдеп, қырылдап, орнынан қозғалғанша жолаушылар да дабырласып, әр нәрсенің басын шалып көңілді отырды. Суық қыса түсті. Ауыздан ұшқан будан автобус іші тұманға айналды. Терезе сірескен қырау. Қысқы демалысқа шығып, жұрағаттарына қыдырыстап бара жатқан кейбір мектеп оқушылары әлгі ұлтандай боп қатқан сіреу мұзды тілімен жалап ертіп, көздей тесік жасап алып сығалайды. Редакторым командировкаға жұмсағанда әуелі тартыншақтағаным ертең жаңа жыл еді. Осы жылына жалғыз рет келетін мерекені жолдастардың арасында қарсы алып, сонсоң аттануыма да болушы еді. Бірақ қалада жүргенде қарық қылар мекенім және атап шақырған ешкім болмаған соң қысастанып, жылжи беруді жөн санағанмын. Жаңа жылды жолда қарсы алуым бір бұл еместі. Автобус орнынан қозғалып, сыза жөнелгенде қатар отырған көрші қызға тіктеп қарап үлгердім. Әдемі екен. Екі бетін суық сорып, томпайып, үнсіз отыр. Оның да киімі жұқалау көрінді. Бар байлығы басындағы ақ түбіт шәлі сықылданды. Аққұба өңіне аса жарасады екен. Көзін үнемі төмен салып отырады да, оқта текте кірпігін көтерсе, жарқ етіп жанар шығады. Маған ол өз сұлулығын өзі бағаламайтындай көрінді. Үнемі жуас халде, ауыр ойдың үстінде келеді. Жанында тіпті айналасында адамдар барын байқамайды да, мұндайда пысықтық жасап, бас салып сөзге тарту қиын. Терезе жақ суық қой, ауысып отырайық дедім. Ол бірден жауап берген жоқ. Естімегендей меңірейіп қарады да, іркіліп барып тіл қатты. Рахмет, сіздің киім менікінен де жұқа ғой деді. Бірақ менің жігіт деген атым бар ғой. Бұл менің тауып айтқаным еді. Байқаймын, сәл әзіл сымағым көкейінен қоныс таба алмады. Тағы да үнсіз отырдық. Суық. Жолаушылар жағасына мойнын тығып-тығып, қонақтаған тауықтай мелшиіп отыр. Тек манағы үлдемен бүлдеге оранған ожар топ қана қағанағы қарық. Өздері жолда тоңбас үшін ептеп тартып алған сыңайлы. Биылғы қыстың қаттылығын, мал қыстату науқаны өте қиын тиерін айтысып, дабырлап сөйлеп, алғашында мазан алды. Жасанды теріден тігілген бәтеңкемнен ызғар өтіп, бәшпайларымды суық сора бастады. Бір-біріне соғып, тықылдатып, жылтқан боламын. Менің осындай мүшкіл хәлімді сезді ме? Қыз, пима киіп шықпаған екенсіз, деді. Қуанып қалдым. Сол құрғырың жоқ қой. Не, ақшама пимама? Екеуі де. Түрмеден босап шықпап па едіңіз? Әзілдеді ма, шыны ма, айыра алмадым. Бет пішіні өзгерген жоқ. Салқын сұрады. Не десем екен? Алматыда жылы болған соң... түсінікті. Бұдан бұлай есіңізде болсын. Алтай, Алматы емес, қатал. Әрине, бірақ қатыгез жерге қайтып оралу екіталай ау. Ат баспаймын деген жерін іш басады демей ме ағай? Өзің қайдан келесің? Мен де Алматыдан. Оқисың ба? Иә. Қайда? Қыздар институтында. Факультеті. Тіл әдебиет. Қайда барасың? Өркен ауылына. Ол қай тұста?
Новостройкаға 5 шақырым жетпей тау қойнауында. Оған автобус бұрылама, айналдырған 2,5 шақырымға уақыт өткізіп жүрмейміз деп жол жиегіне тастап кетеді. Әрі қарай жаяу тартасың. Сіз мені тергей бастадыңыз ғой. Дәм тартып сапарлас болған соң таныса отырайық дегенім ғой. Өзіңіз Новостройкаға барасыз ба? Иә, сол селоны жазбақпын, газетте істеймін. Мен де солай ау деп ойлап едім. Өйткені сұрағыңыз нақпа-нақ. Ол селоны жазуға болар деп ойланып қалды. Мен оның үнсіз тыныштығын одан әрі бұзғым келмеді. Тақымдап сұрақ та қоймадым. Есіме редактордың сөзі оралды. Шығыс Қазақстанда Новостройка деген қала типінде салынып, мәдени тұрмыстық жағынан бүкіл республикаға үлгі болар село бар екен. Бүгінгі сәулетті қоғамымыздың ауыл селолары барған сайын көркейіп, қаладан еш айырмасы болмай өркендеп, өсіп отырғанын паш ету үшін именно сол селоны насихаттауымыз керек. Орталық газеттің бірінде «Села Казахстана меняют облик» деген тақырыппен мақала шығып та кетті. Мейлінше зертте, мәдениет сарайын, универмагын, тұрмыстық қамту үйі мен ресторанын суретке түсіріп ал. Еңбек адамдарымен кездесіп, басшылығымен жүздес, сұхбаттас. Мен таңғалғаным жоқ. Өйткені шынында да мұндай жаңа типпен жобаланып салынған сәулетті селолар саны күн өткен сайын көбеюде. Демек, қаладан ауылдың айырмасы азаюда. Тамаша, әрі табылған тақырып. Газеттің бір бетіне етекте етіп тастап жіберемін. Қыстың ұзақ кеші бітіп, түнге айналды. Барар жер әлі алыс, күн суық, аяз буып тұр. Көңілсіз сапар болатын болды деп ойладым ішімнен. Новостройканың азаматтары мұрындары шуылдап, ұйқыға басты. Қыз өзімен өзі бір нүктеге қадалған күйі әлі үнсіз келеді. Тау арасына ілінгенде боран басталғаны байқалды. Қар қиыршықтары сабалап, тіпті қасқырша ұлыған үні құлаққа жеткендей болған. Қиюы қашып, тозған терезенің жақтау-жақтау саңылауынан ішке ұмтылып, әлі аласұрған боран да жылы мекен іздегендей. Анда-санда бір толқып тастап, мынау алай-түлей боранды сұрықсыз дүниеден қашып құтылғысы келгендей зымыраған автобуста әзірше кінә жоқ. Ауа райы секілді адамның бойында қалтыраңқы, суық сезім билеп, өз-өзіңнен қажисың, қан түкіргендей көгеріп, сазарасың, еш нәрсеге зауқың жоқ. Дүниенің рахаты маздап жанған от екеніне иланасың. Әрі мың мәрте табынасың іштей. Құлаққа мотордың бір қалыпты гүрілінен басқа сырттан шың-шыңдаған дыбыс келеді. Мен көз алдыма жел кеулеп, аңыраған қарлы адырлардың ортасында жалаң аяқ, жалаң бас безектеп келе жатқан жалғыз жаяуды елестеттім. Қызық. Әлгі тізеден қары кешкен жалғыз жаяу қасымда жым-жырт отырған түбіт шәлі қызға ұқсады. Қандай қаталдық. Селк етіп есімді жидым да жалт қарадым. Қырау құрсауланған әйнекті тесіп, сығалап отыр екен. Не қарадың? Ауылдың тұсынан өтіп кетем бе деп. Шофер хабарламай ма? Кейде ағып өте шығады. Мен ескертіп қояйын дедім де, жүргізуші жігітке барып, өркеннің тұсына келгенде айтарсыз деп тапсырдым. Қыз, рахмет деп сыпайы ғана, үлкен ойдың үстінде келесіз ғой. Мақалаңызды қалай бастап, қалай аяқтауды жоспарлап отырсыз-ау шамасы? Жоқ, тіпті де олай емес. Мен сен ойлап келем. Ал мен сізді. Қызық екен, ішім жылып сала берді. Сізді болғанда өзіңіздің жеке басыңызды емес. Қалай түсіндірсем екен? Жалпы сіз секілді үнемі жол жортып жүрер. Үнемі далада машина немесе ат үстінде жүрер адамдарды. Айталық, менің әкем көп жылдан бері қойшы. Қазір ол отарын жайғап, бел суытып, шайға отырған шығар. Ол кісілер қыстауда ма? Иә, бірақ қыстақ ауылдан онша алыс емес, іргесінде тиіп тұр. Сен бүгін сонда барасың ба? Енді қайда?
қорқынышты ғой. Түн іші, сыртта боран, қақаған аяз. Ой, ағай-ай, мен бұл жердің табиғатына әбден үйренгенмін. Талай тапталған жол. Біздің өркеннің бұрынғы аты Бөрілі деп аталған. Кейін келе өзгертті. Аты өзгергенмен, заты сол баяғы қалпы. 20 шақты ғана үйі бар. Аюлы совхозының бір бригадасы. Бастауыш класы бар. Қалған жылды сіз кетіп бара жатқан новостройкаға барып оқиды. Мен де 10 класты сол селода бітіргенмін. Ауылға тура автобус қатынамайтын болған соң, ары өткен, бері өткен, қала мен екі ортадағы кез келген көлікке мініп, жолдан түсіп қалып, тау қойнауындағы үйге жаяу барамыз. Жасырып керегіне, әсіресе қысты күні аса қиын. Ал қыс дегеніміз Алтайда өте ұзақ қой. Амал не? Қыз күрсінді. Сонсоң әлгінде өзі ойып алған тесікті сүртіп, тағы да сыртқа үңілді. Екі тізем мен бәшбәйімнің жаурағаны әңгімеге айналғанда ұмытылған еді. Енді қайта дірілдей бастаған. Жолаушылардың бәрі қалғып, шұлғып, бейжай келеді. Мотордың әдеттегі гүрілі, даладағы боранның соғуы, бағанағы семіз азаматтардың қорылынан өзге тырс еткен дыбыс жоқ.